музыкалық аспаптар кафедрасы ашылғандықтан біз енді мына көне аспаптардың жалпы тарихын насихаттауын бастадық. Сондықтан да міне осы соған байланысты бүгінгі фестивальдің беті ашылды. Бірінші фестиваль, халықаралық фестиваль, енді оның әрмен қарай жалғасын табады деген ойдамын. Енді қазіргі мына Азамат біздерде өзінің бүкіл шығармашылығын бәрін Астана қаласынан бастап, өздерің сияқты студент кезінде кетіп, сол жақтан үлкен ордамыздан, Астанамыздан барып, өзінің шығармашылығымен айналысып, аспаптар жасап, әрине, ондай шығармашылықпен айналысқан адамға қолдау қажет. Қолдамаса ештеңе болмайды. Сондықтан да осы Азаматты қолдап, Азаматқа бүкіл жағдайын жасап, қасындағы жошыға жағдайын жасап, бүкіл жағдайын жасап отырған Астана әкімшілігіне үлкен рахмет. Соның ішінде бүгін біздің арамызға келіп отырған осы Баянды Сахариұлына үлкен рахмет айтып, біздер кафедраның атынан бір кішкене шапанымызға соны жақсымыз келіп. Біздің шығармашылықпен айналысатын жастарымызға осындай қолдау қажет. Сізге үлкен рахмет, біздің Азаматты қолдап, қорғап, жағдайының бәрін жасап отырған сізге үлкен алғысымды жеткіземіз. Рахмет. Қош көрдік, баршаңызға аты жөнім Төке Азамат, осы консерваторияның түлегімін. Оқу бітіргеннен кейін келіп тұрған, бірінші рет келіп тұрған екен. Арасы екі шағын сияқты көріп, өзіме таныс сөйтіп баларды іздеп отырмын. Арасында бір 10 қалып кеткен екен. Аға, көп рахмет сіздің мастер-классыңыз ертең болатын білем, бірақ іштей сол үлкен кісілердің болғанын қалағым, арнайы келген студенттерге де төлетіңіз. Консерваторияның маңайында төлетіңіз. Консерваторияның маңайында жіктеп төлетіңіз. Консерваторияның маңайында жіктеп берді. Болатын сасқын аспап деген түрлері молдық құрастырады. Тіл маманы соның атауына аспапты қатты жақсы көретін адам ретінде, көп жерде энтузиаст ретінде, аспаптардың жаңғырғанын және өзім қатты қызыққан сала бойынша сонымен ғана жауап берейін. Бүгін сіздер дүниені таныстырамын. Бұл жошы Қазақ National Group деп өзіміз ат қойған болатынбыз. Бұл қазақтың тек музыкалық қана аспаптары емес, жалпы ұлттық дүниесін жинақтаушы және оны жаңғыртып қайта заманына сай енгізуші ұжым болып саналады. Біздің басшымыз осы Астана қаласының мәдениет басқармасына қарайтын және Астана қаласында жаңадан ашылған Болат Сарайев атындағы зертханалық шеберхана және ұлттық аспаптар мұражайының
басшысы келіп отыр. Жаңа ғана шапан жоқ құрмет көрсеткен кісі Баянды Сахарияұлы. Бәлкім біздің видеомызды көрсеңіздер, осы кісі көп көрінеді сол жерде. Біріңізді танып, біріңізді танымай амандаспай жатсам кешірім сұраймын. Мен енді іске көшіп, дұрыс нәрсені түсініп тұрайын. Енді осы жерде азаматтар студенттер бар ғой. Азамат мына аспаптардың барлығын, осы тұрған аспаптардың бәрін консерваторияға сыйға тартып отыр. Ансамбль бола ма, басқа бола ма, мына аспаптың бәрін қолданатын сендерсіңдер. Органология саласы өттік, барлығымыз өттік. Сол салада мына аспап тану ғой. Аспап тану саласында әр ұлттың өзінің аспабы бар. Ол жерде бірінші болып қарастырылатын ормал аспаптар. Ормал аспаптарды ең алғашқы шыққан аспап түсіндіріледі. Дауысты санамайды. Органология саласында тек ормал аспаптар, тасты тасқа, сүйекті сүйекке, мүйізді мүйізге соғу, әлі күнге дейін сол бір тайпалардың, табылған тайпалардың шапалақтап отырып өлең айтуы, бұл ормал аспаптардың ең бірінші болып саналатыны, одан кейін үрмелі аспап артынша кетеді күрделілігіне қарай. Соның ішінде қазақта кездесетін бұл оқыған нәрселерімнің барлығы маған дейін негізбен келген дүниелер. Егер бір жерінде сондай бір қателер болып жатса, үлкен кісілер көмектесерсіздер. Кейбір уақыттар мына ықылас дүкені алтын мұражайдың ашылу барысында Болат Сұраевтың аспаптары жетпей қалып, артынша көптеген аспаптарды толтыру деген мақсұстағалар Жароквадағы білесіз аға, солай дүниелердің ішінде жақсы. Қазір сұрақ көреміз, сұрайын деп жүргем сол сіз ба, сіз емес пе деп сол сурет деген. Мінекей, тағы да екі жағы қапталған, балдарға жадта болуға оңай болу үшін сол дабыл аспабы екі жақты терімен қапталған. Жорық дабыл, мынау емес, Астанада қалып қойған дабыл және қол дабыл аспабы. Бізге арамызға негізі Дәулет аға келу керек еді. Дәулет аға Дәркембай Шоқпарұлының ұлы. Біз келіскен болатынбыз, білмедім, қазір 2-3 күн болып қалды, телефонын алмай жатыр, бір жағдай болып қалған шығар. Мен әлі металл өңдеп үйренген жоқпын. Қазақта шың дабыл деген аспап бар. Шың дабыл аспабының жалғыз-ақ үлгісі Дәркембай Шоқпарұлының қолданыста ойналып жүрген, ол біздің жеке қорымызда. Жалпы жеке қорымызда 1600 қазақтың және түркітілдес халықтарының аспап сақтаулы. Оны сіздер интернеттен көресіздер. Сол аспапты жасау керек болатын еді. Егер жасап жатқан болып дайын болып ол кісі хабарға шықса, осы жерге міндетті түрде сіздерге жеткізіп береді. Ал шың аспабын ала кетеді. Бұны да металлда үйреніп жатырмыз. Негізі мынандай қарап шығайын, бәлкім дегенде. Бірақ мынау жоқ болса, мынаның орнына небір шетелдің аспаптары дайын-ақ тұр. Кахона болсын, дарбұқа болсын, джембас болсын, 80-80 жылдығында арнайы аспап ретінде бір дарбас шыққан кезде мен уақыты келіп қалды-ау, мен осыдан кейін ақпаратын болып тұрмын ғой деген секілді. Ол басқа ұлттың аспабы. Ол түрік пен арабтардың бағыттағы кеткен аспаптарды біз өзіміздің экспериментке қолдансақ болады, бірақ ұлттық деңгейде отқан іс-шараларда және сол елге өздерін ойнап тұрған деген ол біраз намысқа тиетін нәрсе. Өзіміздің аспаптар бола тұрады. Тіпті сол дарбуканың темірін, мынау аспаптың аты шың деп аталады. Біз мұражайдағы лекциясында бір аспап жасап көрсетті. Ең соңында кім сұраққа жауап беріп, соларға аспапты сыйға береміз деп. Бірақ барлығымыз жатыр ғой, мына аспаптың аты шың дабыл деген көрсетуге алып қой салдық, бірақ Дәулет аға келеді деп ойлап. Бір жерде дулыға деп жатыр. Бір жерде шың дабыл дейді. Бұл аспап бізде бар, және де бәлкім сіздерде хабарға шықса болады. Мына бір аспапты сіздерге қызыққа көрсетейін. Мына аспапты аға мұражайда тұр ғой, бірақ ол кәрістердің аспабына ұқсайды. Бұлай сұрадым, қазір отырған жұмыскерлер ол жақта одан хабар жоқ, тек қана көрсеткен нәрсені оқып айтып беру керек. Мына аспап қос дүңгіршек деген аспаптар қазақтың кездеседі. Мен Ахат деген кісінің көзін көрдім. Бұл Ұлытауда ол кісі мал бақты және қасында тағы бір кісі болды, атын ұмытып қалыппын. Ол кісі қырғыз кісі болды. Екеуі де Өзбек Әлжанбектің қол астында торғайда болған екен. Артынша біздің жерге келіп мал баққан кісілер екен. Неге екенін бір кісісі МГУ бітірген тіпті білімді болды, бірақ сондай бір жағдайда сол жерде кездестік. Ол екі кісі
өзара әңгіме айтқан кезде мен қасында бала болып тыңдап отырған кезде сонда осы күбіге бірінші наурызтердің алдында сол жақта наурыз дейді ғой, сонда жаршы алдында сөйлеп отыратын кісінің қолында тамағына күш салмас үшін осындай бір аспапты екі жағына тері қағып отырып тұратын дегенді өзбек Жәнібек айтып, сол кезде күбінің екі жағына тері қаптатқызып қойып маған ұрысқан еді сол кісі. Сонда мен бала кезімде соны алдынан жүргенмін. Токарный дүние біздің қазақ даласында болды ма болмады ма ол жағынан хабарым жоқ, бірақ күбі құрау тәсілі, бесік құрау тәсілі, сандық құрау тәсілі деген аспапта жүйелер бар. Сол бойынша дәл сол аспапты жаңғыртып, мынаның бір жағы сиырдың терісі қапталады, бір жағына ешкінің терісі қапталады. Сонда бүйтіп мойын қапталады, бір жағына ешкінің терісі қапталады. Сонда бүйтіп мойынға салып, мына мен мойынға сүйемеген, бүйтіп мойынға салып, мына мен мойынға сүйемеген. Алдында 40 келі запчасть болып жиналғанның өзі сол ұлттың сол өзінің аспабы деген еңбегі. Ал бізде тұра салып сол аспаптарға үйге тұрып сол екенін төресі деген сияқты әңгіме. Өйткені бағана да ашылуында болдыңыздар ғой, біздің ол елге сол дүние жеткенше екі ғасыр бұрын біздің даламызда шешіліп кеткен дүниелер, нотасы болсын, гармониясы болсын деген сияқты. Дәл осы аспаптың атауы мен ойлап тапқан жоқпын, бұл біраз кітапта бар, қос дүңгіршек деген аспап. Дүңгіршектің өзін біз сол кітапта оқып отырсақ, ішінде шейкер есебінде ғой, шейкердің өзін алып тастап соны қолдансақ болады. Ол енді ұрма аспаптарында бар, шейкердің өзін қолданғаннан гөрі. Енді Үмбетәлі деген кісінің артында болу керек, осы Алматы облысы Қарасай ауданына қарасты мұражай бар. Сол мұражайдың мынандай аспап көрдік. Ол ағаштың діңгегінің ортасын түсіріп, екі жағына бұтақ қаққанда ашық қолданатын аспап. Аспаптың аты дудума. Дудума дауылпазбен қатар жүретін негізінде. Дудума аспабын аңды үркітіп әкеліп, садақпен көз отқан мергеннің алдына әкеліп түсіреді дейді. Бұл болған. Аңшының бізде болшақ, мүйістімай деген секілді аспаптар. Оны біз қазір соңында сізге сурет беремін аспаптардың ішінде. Мына аспаптың аты сонымен дудума. Мына тембр да керек болады. Музыканттар соққан кезде, мен аға сізге сөз берген кезде, бізде бір үлкен жоба Англиямен байланыстырып жатқан, сол кезде бүкіл тембрді қамтитын сіздердің елдеріңізде бар ма деп сұрақ қойған кезде, мінекей анау дәуірінен бастап, соны мынаға мен ормалға мықты емес шығармын, аға абзалға айтамын, сіз ортаға шығарам. Әрі мүмкіншіліктерін көрсетіп беріңізші біз үшін. Жақсы, енді Монғолияда жүрдім экспедицияда. Мен оқып жүрген кезде сіздерге айтпай кетіп қалып 2-3 күн жоқ болып кеткендердің бәрі ол экспедицияда мен өте көп болат сұрап Индияға кетіп қалыпты. Индияда болыпты жақын шақам екеуі деп мен Индияға кетіп қалған болдым. Сіздің сарынның концертінің үстіне кетіп қалған болдым. Сол ақпарат беруден болат Индияға барған екен деп. Сонда мына мүмкіншілікпен ұстап тұрған бір аспап суреті бар ғой, болат сұрайықтың сол не аспап екенін зерттеп жүрмін ғой, не дүние екенін деп. Соның барып 5-6 тауын алып келіп, қазір менің мұражайымда сақтаулы. Ол қазақтың аспабы. Аға келіңіз көретіңіз. Арамызға Жетер компаниясы арнайы қонақ шақыртқан болатынбыз. Сынау өндірістен қазір алшамыз. Аса таяқ. Қазір бұларға да кезек келген кезде бұларды айтып рахмет аға сұрап бергеніңізге. Сол кезде бір әйел адам болды, бақсы кісі, сол кісінің ұрпағы керек болса ала қойды. Керек кезде біз сізден аламыз. Содан киіпшек алып кеттік. Аспаптың аты киіпшек. Міне бағанағы біздің мына сегізбұрышты, бұны да сіздерге әкелемін, қазақ аспап болмаса да беріп жатырмын. Мына аспапты киіпшек дейді. Дәл сол диаметр, дәл сол разы, дәл сол тері. Мынаның оригинал жыртылып келіп, артындағы сынған үлгісі бізде мұражай сақтаулы. Мына аспаптың аты киіпшек. Игіліктеріңізді қолданыңыздар. Дауылпаз деген сөздерді шықыстырмай қолдансаңыздар, мына аспаптың аты киіпшек деп аталады. Енді даңғыра деп сөз білеміз бәрі, даңғыра дегеніміз стереотип қалыптасып қойған шығар, бәлкім былай ұстау көкектердікі деген сияқты. Бірақ болат сұрай кітабын ашып көріңіздер. Артында 5 қоңырау ілінген, тері қапталған ұстайтын жері аспапты даңғыра дейді. Ештеңесі жоқ. Біз керней ойнағанда біздің алдымыздан қазақпен өзіміздің үлкен зиялы қауым шығып, бұл қазақтікі емес, бұл өзбектікінде одан да өттік. Бір жыл қоймай ойнап, кернейлетіп ойнатып күту деген сөз қазақта бар емес пе әлі? Соңында жоғарғы жақын жұмысым емес, біз Жошыда да эксперимент жасап жатырмыз. Менде Қарашаға консерваторияда бұл атты, заты бәрі білетіндей арнайы кафедра болып бөлініп шығып жатқан кезде қазақтың барлық аспабы көне аспап. Мұра кафедрасы бөлек, олар жаңа аспап деген әңгіме жоқ, көне аспаптар. Дегенмен де ішіндегі аспаптардың көп болады деп ойлаймын. Соның ішінен домбыра, қыл-қобызымыз бөлініп шыққанның өзінде 120 аспаптың 118 аспаптар сіздерге түсіп тұр, осы алмады. Сондықтан болашақта дәл солай болады деп ойлаймыз.
коробка вообще Алқас мұражайына келген болатын. Қазақ біткен салпашақтарының бәрін бірдей ряпта алатын болса, біз неге осы аспапта ритм перкуссион аспап ретінде қолданбасқа? Мынау қазірде енді шарманның аспап сияқты шығып тұр ғой, бірақ мынаның төртінші этабы или екінші этабындағы аспаптардың салпыншақтарын бірдей қылып шығарып, мына енді қиын емес қой, жұлыпсақ кез келген ер бала істей алатын дүние ғой. Қойып отырып ритмін бірдей қылатын болса, бұл аспапты неге қолданбасқа? Бұл кірмесе бұның орнына небір маракастар кіріп есіп таңдап отыр қазірдің өзінде. Су ағаш деп бағана сіздер қолданатын аспаптардың ешқайсысы қазақтікі емес негізінде. Суда су ағаш деп атпай отыр. Біз өзіміздің дәйегі бар дүниелерін алып, соны жаңғыртуға немесе түркөз қатардан қарауға біз ұялмауымыз керек. Өйткені бұл ретіндегі тілі біраз дәстүрі бір неде жүйелі болған елдің аспаптар ретінде қайта, бірақ біздің бағымызға қарай бізге дейін кеткен ғалымдардың зерттеп кеткен дүниелер. Енді шекер композицияға келген аспаптарды. Мынау асатаяқ. Асатаяқтың күнбас асатаяқ деп тұран қолданатын түрі бар, бірақ дегенмен асатаяқтың түрлері өте көп. Бұл халық арасында көк асатаяқ тіпті бір уақыттары балғолап жүріп па случайно асатаяғын көрген Бекет атаның. Жетінші ұрпағы ұстап отырған асатаяқты оны да көруге жазды. Мен арнайы экспедицияға шықпадым, Қобда деген жерде, Жеремоқа деген жерінде. Мінекей, мынау қазақтың асатаяғы. Асатаяқтың түрлері өте көп, және біздің ансамбльде мынаның орнына соны да күшті звучит деп мынандайларды әкеліп қосқан, ол намыссыздық деп түсінемін. Мынандай инструменттер. Мына аспаптардың да мүмкіншілігін арттырып отырып соған жеткізгеніміз, ол біздің еңбек, ол үшін музыкант шебер болу керек, шебер музыкантты білу керек. Өз алдына музыкант дамып кетіп, шебер өз алдына ағашымен, оюымен дамып кетіп, олай одан екі жаққа қосылмайтын бағыт кетіп бар. Одан да бірге отырып істейтін дүние, сақпанымыз бар, тайкиямыз бар. Осы аспаптарды мен ақшанаға хабарласқан болдым, ақшанаға келсеңіз, осы аспаптардың өлшемдерін алып қалсаңыз, ертең сұраныста болған дүниелерді шеберлерден сұраған кезде шеберлер егер сіздер осы аспаптардың жөні бар екен, мынауының жөні жоқ екен деп отырып шешілетін әңгіме, дөңгелек үстел болсын, басқа жерде айтылатын әңгіме сондай сауаттырақ болатын болса, сонда шеберлерге де оңай болады және музыканттарға да талап қойып сөйлей алатындай болады. Мына аспаптың аты зырылдау. Бір жерде сақпан деп көп қателескенде, сақпанымыз бөлек аспап. Одан бөлек сақпанымыз бар, тасылдауымыз бар, тай тұяғымыз бар. Енді айтшы не қалып кеттім? Сатылатқан айтылған жоқ, және дауылқыз айтылған жоқ. Мына аспаптарды студент болған кезде де біз қойын жасап қаласында өзімізше қосуға тырыстық, бірақ барша студенттерге егер шын жанашыры болып оқыған мамандықтарыңызды жақсы көрсеңіздер, бұл салаға сондай энтузиастық көзқарас әлі талап етеді. Бір уақытта соны жеңіп шығып, біздің өзіміздің ұлттық деген аты бар консерваторияда ұлттық аспаптардың дәрежесі биік тұрғанын мен қалаймын негізінде. Басқа аспаптар айтпай-ақ қойын аттар енді. Мен ештеңеден жатып қорықпаймын, ондай нем жоқ, комплексім жоқ. Мына аспапты былай қолданатын еді ғой. Бұл да керек. Бұл да қазақтың көп кітаптарда кездесетін аспап, аты шартылдақ деп аталады. Міне шашылыққа батырмын. Ерлан деген жігітпен сіздер таныстырамын. Және де мына аспаптың дауылпаз деген түрін аға сіздер астын қазақ жасадыңыздар ғой. Тасымайды көп кісілер. Қорқатты сынып кетеді екенде. Содан астын ашып қойдық. Дауысы деп кете берсін. Бұған сиырдың терісін тақтық. Тіпті біз тасығанда маған теріс қаратамызда ішіне киімдерімізді салып аламыз да жүре береміз. Мына аспап тасығанға да практичный болып тұр. Және халық арасында. Не қараңыздар, мына аспаптың екеуі, мына аспаптың оны, үлкен жорықталудың біреуі, бәленбай қолдауышы, 20 қолдауышы, сосын кернешілер тұрып ойнаған кезде ол қандай музыка шығады? Жай ритм әлі ешқандай ырғақсыз. Оны біз жасап жатырмыз. Бізде ол бар. Біз қаншама іс-шарада дәл солай өткізіп, кернелетіп, сымайлатып, балалардың бәрі қатар тұра қалып, келесісін ұрып отырып, үлкендер билеп жүріп отырып, әсірендер ойнау деген, по-моему, басқа бір бағыт ашып қойдық па, или солай болу керек пе еді. Және де оңынан шыққан кісілер бір эйфория состояниеде шыққанда өздері түсінбей қалды. Ол бәрібір ішіндегі бар ел. Етректе, жер жалау барысында болсын, рух көтеру барысында болсын, аспаптар егер ойналған үшін болса, ол әр қазақтың қанында қалып қоятын дүние. Егер шиқылдатып бірдеңе ойнасақ, бәлкім біреуіне жағып, біреуіне жақпайды, ал сыбызғы сыбызғы болсын, қайта жаңғырған аспап жоғалып кеткен аспаптар болып тұр ғой. Сыбызғы деген шеті құлаққа жаға кетуінің өзі қанда бар дүние. Енді сөзді
мына жігіт практиканың жігіті, педколледж оқыған, музыканы педколледж оқыған деген енді арнайы кәсіптік білім емес қой, жалпы мұғалім ретінде. Дегенмен де бір күндік жұмысы 16-18 сағат шеберханада жұмыс істейтін жігіт, істің адамы, өте көп еңбектенетін жігіт. Сөйлесін, ашылсын, өйткені не жазатын адам ол жазбайтын болса, не жазатын адам ол істемейтін болса, теория практика бөлек болатын болса, одан күшті результат жоқ, әркім өзінің фанаты болу керек. Сондықтан сөз Ерлан Сәтұлына. Қысқасы, әріптестер, шеберлері, студенттер, есімім Саду Ерлан Сәтұлы, жалпы Жошы ансамблінің мүшесімін, аспаптарды жасаумен және жаңғыртумен айналысамын. Жалпы бүгінгі тақырыппен Азамат аға ұлы аспаптардың жасалу жалпы түрк сипатын айтып кетті. Мен қолданыс жөнінде сәл қысқаға айтып өткім келеді. Негізінен қандай да бір дүние болмасын, ол қолданыстан шығып қалатын болса, оған байланысты сөз тіркесі болсын, тіпті салт дәстүрлер жойыла бастайды. Мысалға біз концерттермен келмей аспабын ойнаған кезде, бұл қазақтың аспабы емес, бұл өзбек халқының аспабы, бізде бұндай аспап болған емес деген халық арасында өте үлкен дау болды. Және дәл сондай дау осы ұрмалы аспаптарға болмас үшін халықтың санасына біртіндеп сіңіру керек. Қалай жасаймыз? Ол үшін мысалға біздер кино сөйлесіп болсақ, кино саласы бойынша аспаптарды насихаттап көрсетсек болады. Қазір өздеріңіз білетіндей түрік сериалдары тарихи фильмдер түсіріп жатыр ғой. Дәл сол сияқты бұл жақта бізде де сондай сериалдар, тіпті үлкен фильмдер түсіреді деген ойдамын. Және сол фильмдерде осындай, мысалы үшін жорық уақытындағы жорық дабыл аспаптарын, дауылпаз аспаптарын қолданса, онда жаңағындай кенеге байланысты дау тумас деп ойлаймын. Сол кезде халық көріп өскен жаңағыдай халық болсын, тіпті кішкентай балаларға мультфильмдер арқылы да көрсетіп, солай тәрбиелесек болады. Және де тағы да бір қолданыс дүниесі ол аранжировка дейміз ғой, музыка жазу саласында. Көп аранжировкалар жаңағы бұл аспаптардың дыбысы болмағаннан кейін өзінде бар музыкалық дыбыстарды, көбінесе мысалы Жапон халқының, Қытай халқының аспаптарын алады екен де, оның дыбысын өзгертіп, бұрып жаңағы барынша енді қазақшаға түсіруге тырысады. Енді қазір олай істеудің қажеті жоқ, өйткені мінекей ұрмалы аспаптар бар. Әлде де біз жасап жатырмыз, дамытып жатырмыз, өте темірі кәдімгі нағыз қазаққа үнді беретін ұрмалы аспаптар дайын, әлде де жасала береді. Келесі қолдану саласы ол бізде жалпы ансамбль және оркестр құрамында. Өкінішке орай қазір Азамат аға да айтып өтті, көп шетелдің аспаптары бізге кіріп кеткен. Енді бір жағынан аспап жасалмай жатқаннан кейін, көбісі білмей жатқаннан кейін, енді оған музыканттардың да ешқандай кінәсі жоқ деп ойлаймын. Сондықтан қазір қазақи дыбыстар беретін, тіпті сол аспаптардың орнын алмасып, тіпті шетелдің аспаптарынан асып түсіріп кеткен мүмкіншілігіміз меніңше өте көп. Жошы ұжымы жалпы аспапты жасаумен ғана шектелмейді, тіпті соны дамытумен айналысады. Кез келген музыкалық аспап, ол тіпті фортепиано болсын, скрипка, домбыра болсын, дамыту сатысына өткен. Дәл сол сияқты осы аспаптарды дамыту керек, жетілдіру керек. Сол кезде басқа шетелдің аспаптарының асып кетерліктей, тіпті одан да жоғары дәрежеге болатындай деңгейге жеткіземіз деп ойлаймын. Егер де орындаушылар, студенттердер осыларына орындаушылар және де шеберлер бірге отырып осы аспапты дамытатын болсақ, меніңше алдағы уақытта үлкен жетістікке жетеміз деп ойлаймын. Ой, рахмет. Біз Ұларбек аға Нұрғалым деген кісілер жақсы арасамыз ғой, астанадан кезде балалардың ертегілеріне қосайықшы дейді. Ертегілерде әр аспаптың соңында бір ертегі деген заманауи туындай береді ғой. Ана жорық дабылды келіп соққан кезде ғана елде тыныштық орнапты деген сияқты тақырыптарда ана баланың көңіліне сол аспаптардың атауларын келтіре отыра дейді ғой. Енді осы жерге келген студенттер біздің тағы келуіміз қанша уақыт алатынын да білмейміз, бірақ танымдық ретінде сіздерге бағана 120 аспап бар деп айтып кеттік қой. Үрмелі аспаптардың ішінде жаңағы кернейді айтып өттік. Кернейден бөлек қалған деген аспап кездеседі. Сақтар ертелікте алтыннан соққан черный аспап дейді ғой, қара аспаптар алып кетіп көрсеткен деген үлгілері бар. Одан бөлек ұра деген аспап, жақын шәкәрім ана орыстардың ұра дейтін, сол ұра аспабы дейтін аспап біздің аға сіз де болдыңыз қонақта, иә? Ұра аспабы, одан қалды мүйізсырнай, одан қалды бұғшақ. Әрқайсысының кез келген стройды жасау мүмкіншілігі бар. Ре стройында керне керек пе? Есебін жатқа білеміз. Сыбызғының есебі сияқты ғой. Сыбызғының 24 тональностьтегі есебі қиын емес. Састырмайдың кез келген тональностьтегі дауысты ақсымен жасап жатырмыз. Керней аспабы дейсіз дәл сондай. Бұл қазақтың мұңшылықтық үрлеу тәсілімен керней, қалған, ұра, ұран, мүйізсырнай, бұғшақ,
деген секілді аспаптар бар. Біреуін қолданамыз, біреуін қолданбаймыз. Мүйізді көрсе бәрі мүйіз, біреуі оның тоғышақ болуы мүмкін, біреуі мүйіз сырнай болуы мүмкін деген сияқты. Ормал аспаптар сіздерге атап өттік, сыбызғы, одан бөлек баяғыда хасаққа сыйлайтын жіліншік секілді аспаптар, оның қамыс сырнайы бар, тілшел аспаптар бар, мес сырнайдың өзінің бейістің барлығы регистрге келтіріп дамытуға болады. Аспаптың барлығын бір регистрде ғана қоймай, чандырларын көбейтіп отырып, оның бәрін өзіміздің шетелдің бұраулары секілді, одан бөлек жетіген аспабы, оның кеуіш деген осы дейтін айтып кеткен әңгімелер. Жетігеннің жатқан келіске аспабы болып шықса екен деп армандайтындар бар. Алда бәрі сұраныста, бұл қашанғы кітаптан кітап. Артта оқып кеткен, алда оқитын түлектер үшін бұл артынша соның бағдарламасы элементарный қолдап жатырмыз. Сөзіміз қалай болады? Насихаттау дегенде енді баршаңыз білесіздер онсыз да. Ол кісінің қолында үлкен қор болғанда ол қордың қазір жоқ екенін де білеміз. Мысалға мұражайда бір 2-3 аспабы бар деген секілді. Кабинет болса, кабинет сіздерде ашылып жатқанның жаңалығын консерваторияның парақшасынан көреміз. Дегенмен де мына аспаптарды сіздерден қайда қоясыздар? Мен осыдан кейін бір 30-40 үрме аспап әкеліп қойсам, оны қайда қоясыздар? Сол жерде бір эксперименталдық шеберхана сияқты. Қоятын жерді табамыз. Осындай үлкен болса да болады. Сондай бір ойымыз бар. Енді біздің шеберханада ғана кішігірім отырып жасайтын дүниелеріміз бар. Одан бөлек оның сыртында аспаптардың халықаралық тіпті әлемдік деңгейге шығуымен бас қатырып жүрген кісі бар. Біздің басшымыз ортаға шақырып баяндаға бір ауыз сөйлесеңіз, одан кейін састырмайдың жасау жолын көрсетейін. Кімге ыстық, Абзал аға, все-таки бірінші жұмыс істейді. Может, дұрыс емес деген шығар. Абзал кет. Жоқ аға, сіз сөйлеген екен. Абзалыңыз бұрғаны күтеміз бе? Жоқ, қазір отыра беріңіз, сіз сөйлей беріңіз сосын. Ең алдымен консерваторияға келіп, Тұранның алғашқы, вообще Тұран емес, Сарынның алғашқы. Сарын, Азамат да Сарында болған, Абзал да Сарында болған. Сарынның алғашқы мүшелері. Одан кейін кім Абзал Айқбастан білесіңдер, Тұранның негізін қалаушы. Солай ғой? Ал баяннаға өз-өзіңізде? Рахмет, үлкен енді мынандай үлкен қара шаңыраққа, үлкен университет, консерваторияға университетке келіп, осы өнердің арқасында сіздердің алдарыңызға шығып, шапан жауып жатудың өзі мен үшін бір үлкен қуаныш сәт болып тұр. Құрметтеріңізге рахмет. Бұл өнерге көрсеткен құрмет деп білемін, өйткені осы өнердің арқасында өзен жағалары мен өнер жағаларын өздері талмайды дейді қазақ. Рахмет сіздерге. Енді қысқаша жасалған жұмыстар туралы айтып өтейік. Бұл азаматтың үлкен идеясы, ең алғашқы осы азаматпен танысып сөйлескен кезде өзі мақсатымыз, мүддеміз бір-бірімізге сай келді да, содан кейін бір қарапайым бір шағын жерден басталып, сол жерге осы саламыздың министрінің өз аяғымен келуіне дейін жұмыс жасадық. Ол кісі көрді, одан кейін ары қарай жоғары жаққа президент әкімшілігіне қарай шықтық. Біз шыққан жоқпыз, біздің өздері ұсынды. Сонымен қазір сөздің қысқасы Астана қаласы мәдениет басқармасына қарасты бір мекемені ашып, сол жерде 16 бірлік штатымыз бар, соның ішінде шеберлер бар, музыканттар бар, осы азаматтың іріктеуімен алынған жастар жұмыс жасауда, бәрі жастар, себебі қазіргі таңда ұлттық өнерді, оның үшін осындай аспапты дамыту жасау бағытында жастарды ұйыстырып ұстап отыру өте қиын, өйткені қазіргі таңда ақша табу күн көрудің сан салар түрі көбейген заман. Осы бір тұста мынандай дүниеге әкелу, оның үстіне мәдениет саласының жалақысын өздеріңіз жақсы білесіздер, оны айтудың қажеті жоқ. Соның барлығын ұштастырып, барлығын осы өнерге деген махаббаттарын өшірмей, ұлттық құндылыққа деген талпыныстарын сөндірмей, жұмыс жасауға сәл де болсын сеп болып, биліктегілерге жеткізіп, ол кісілердің де бәрі біз ойлағандай емес, ол жерде де мықты азаматтар бар, жанды ұлтқа қызмет еткісі азаматтар бар, сол кісілердің енді Құдайдың қалауымен дөп түсіп, көптеген қолдау таптық. Қазіргі таңда сол шеберханамыз қызмет етіп жатыр. Шеберханамыз Болат Сарыбаев атында және ұлттық өнер мұражайы деген өзіміздің жеке мұражайымызды ашып жатырмыз. Бұйырса бір айдың көлемінде ол да ресми министрлік қатысуымен, қала әкімшілігінің қатысуымен
ашылады. Енді ол кісілердің қайта екі сөздің арасында бастарын қосып жатуының да өзінің себебі бар. Ол кісілер қолдап нетпесе, әкімшілік немесе жергілікті меценаттар қолдамаса, өнер сол өзінің бір жерінде айналып тұрып, сосын күйбең тіршілік қысқан кезде басқа салаға кетіп қалған қаншама мықтылар бар ғой. Сондықтан сол күйді кешіп кетпеудің мақсатында сол кісілердің үлкен қолдауы болды. Қазір осы саланы, осы бір бастаған жұмысымызды аудан ары қарай жаңғырту. Бұларды енді көшеге шығарып алып бүйтіп ұрып жүрсең кімге қызық? Оны шығарма жазып қана, шығармаға пайдаланып қана қызықтыру керек. Соны шығарманы жазу мақсатында біз Жошық Қазақ National Group деген өзіміз тобымызда жаңа не үшін этноны алып тастағанымызды азамат айтты. Ол шағын ғана ұлттар мен шағын аз құрамды ұлттарға айтылған сөз. Біз үлкен ұлт бола тұра, ол не үшін біз этнос боламыз? Біз ұлтпыз деп, сол жаңағы дүниені national деп қойып өткен былтырда мемлекет басшысымен бірге 6-7 мемлекетті араладық. Осы азамат бастаған мына жаңа ұрған дабыл, Африкаға дейін барған дабыл осы жерге келіп отыр. Сондықтан осы өнердің ары қарай дамыту бағытында сол ансамбльдің шығармашылығын одан ары ұштастыруда, жаңағы дыбыс жазу студиясынан бастап, шеберханасынан бастап, осы азамат бастаған топтың толыққанды ештеңеге алаңдамай жұмыс жасауына 100% жағдай қазір таңда жасалып отыр, қызмет жасалуға. Енді тек қана осы жігіттер қалмай, осыны одан ары қарай дамытса, бұл аспаптар тек бізде бар деген ол біздің мақтанышымыз, бұл өкінішке орай. Сондықтан бұны біз үлестіріп, бүгін өзінің білім алған шаңырағын азамат сыйға тартып жатса, біз алдағы уақытта осыны еселеп жасап, шебер ағаларымыз отыр, ақсақалымыз отыр, мына жерде көргенімізге өте қуаныштымыз. Осындай кісілердің батасымен, қолдауымен, кеңесіменен осыларды еселеп, санын арттырып, кез келген ұлттық аспаптағы қызмет етіп жүрген өнерпаздарға біздер үлестіруге әзірміз. Халыққа, ұлтқа, біздің бірегейлігімізге қызмет ететін дүние. Енді сонымен қатар қазір біздің елімізде музыканттардың барлығы білетін шығар, Ринат Гайсин, Хамит Шанғалиев сынды мықты үлкен азаматтар бар, үлкен әлемдік шығармалар жазып жатқан, үлкен спартакиадаларды, үлкен олимпиадалар, немесе үлкен әлемдік деңгейдегі шаралардың ашылу жабылу шығармаларды жазып жатқан, сонымен қатар көптеген опералар жазып жатқан сондай мықты аранжировщиктар бар. Солармен қазір біз тығыз үлкен опера басталып жазылып жатыр. Сол жердегі барлық ойналатын музыканың барлығына классикалық скрипка мен пианино тағы басқа аспаптар емес, сонымен қатар дәл ортасында ойып тұрып, Жошық Қазақ National'да өзіміздің ұлттық аспаптарменен өзіміздің ұлттық бірегейлігімізді, ұлттық үнімізді, ұлттық аспаптық үнін сол опера балеттерге де бірге шығаруға ниет етіп жатырмыз, және ол шығарма алдағы уақытта әлемді аралайды. Әрқайсысын ұстап түсіндірген кезімізде болды, бірақ соған қарамай тоқтаусыз жаңа айтып жатыр ғой, басшылық уйгурский же не надо деп алып тастаған кездерде болды, бірақ біз тоқтамай соны ойнай бергеннен кейін амал жоқ. Қазір соған өздері мүмкін Гуглға кірдім екен, барлық жерге кірсе, келмей қазақтың ұлттық үрмелі аспабы ретінде жазылып тұр. Оны интернетке біз жазып қойған жоқпыз, ол жаңа Википедияда тұр, әрқайсысы дәл қазір кіріп қарай аласыздар. Енді соның барлығы қазір енді ұлықтауға ашылу салтанатына кеше ғана Наурыз мерекесі болды Астанада. Сол жерде біз президенттің алдында кеңейлетіп кәдімгідей жалпақ жұрттың алдына шығардық. Ол да біздің ұлттық и исполнитель, и композитор, да, вот три объекта, они должны быть едиными, вместе. Вот тогда будет популяризация казахской музыки. Мы, как ансамбль Туран, столкнулись с такой проблемой. У нас была только идея, в голове была идея, не было ни костюмов, ни инструментов, ни людей, которые нас поддерживают. Костюмы нам шили здесь в консерватории ребята. Это была Женя Яхьяевна и Автотраин Полу. Они дали деньги, нам сделали костюмы. Классные костюмы были. У нас не было инструментов, что мы делали? Мы обращались к мастерам. У нас денег не было, мы были студентами. Мы приходили и говорили, Мирбекага, Вахшанара. Что будем делать? Давайте что-нибудь придумаем. Они говорят, сейчас впереди. Вы, главное, популяризируете. Елге, курсетин. Окей, классно. Первые инструменты мы делали. Жанна Саракет, ну там, на аспап, казахтың аспабы емес. Дұрыс, өте келсе. Бұл аспапты негізімен Алтайдан алып келген. Тура осы форманы Алтайға заказ берген. Бұл жерде бір аты кім еді? Мишка. Миша Малик. Миша Малик.
Максим ба? Білмеймін, неше Иә, білмеймін, Миша. қалыпта бар. Орыс Алтайда жасаған. Сол кісіге заказ берген. Бұдан үлкен болатын, соны Қазақстанға алып келдік. Ол кезде мұндай аспап болмайтын. Соны біздің шеберлерге көрсеттік. Олар инструмент аборигенов. Оны мы купили в 2009 году в Германии, в Мюнхене, привезли в Казахстан, и орналып кетті мысалы, да. Дарбука деген аспап қалай еніп кетті? Көптеген ансамбльдерді көрсіздер. Оны Хасақта да болды, Танда да болды, Сазген Сазда да болды, иә. Кезінде кім? Жахангир аға енгізіп кеткен аспап. Это вот один из тех мастеров, который пытался тоже развивать казахский фольклорно-музыкальный инструмент. Он замечательно делал сассырнай, да, сассырнай шларбяры. Он делал ударные инструменты, он делал сабазы. Потрясающий человек, который тоже пытался воссоздать вот эти вот инструменты. Жалко, к сожалению, его нет. И здесь нет еще одного замечательного педагога, Махсат. Это человек, который всю жизнь болел ударными инструментами. Он, если бы сейчас был, он бы прослезился, потому что он всю жизнь говорил, развитие ударных инструментов, ударно-шумовых инструментов отстает от развития дамбры. Дамбра – это популярный инструмент. Огромное количество музыкальных произведений, домбрада, повызда, бар. Нужно бить акцент именно по тем инструментам, которых у нас нет. Мы говорили про щертер. Слава богу, щертер класс сейчас развился. Мы говорили про сассырнай, куда вышел сассырнай шыларымыз. Казахстанда бар. Сассырнай аспабы қазір. Я не знаю, во всех оркестрах, симфонических оркестрах. Карл Дженкинс, великий композитор, да, вы знаете, он написал сюиту Абай, сюиту Шакарым и Тлеп, где солирует сассырнай. Жахангир ағайдың сассырнай солирует. Представляете, на таком уровне. Жетіген, мы всегда думали, что жетігеншілер бізде аз. Мы сделали уклон на жетіген, но Гулябай, сізге рахмет, жетігеншілер у нас вообще топ сейчас, огромное количество. Жетігеншілер, да? У нас огромное количество сассырнай, это ваши заслуги. Вот реально у нас среди студентов говорят, великая троица, ведь, да? Гулябай, Гульфайр Запай, Хамза Гулябай. Это потрясающе. Делает вот этот молодой человек, который учился после нас, это на самом деле большое дело, это дело Булата Сарбаева, да? Это его мечта. Возродить ударные инструменты. Вот то, что Джанабы критика на вещь, хорошая критика Джанаба. Дажука на одна распал. Дума. Вот такого звука у нас не было. Почему? Потому что не было такого инструмента. Мы взяли дарбуку. Вот в ансамбле Туран, если вы видели первые записи, мы играли на дарбуке. Почему? Потому что не было у даулпазов хорошего звука, потому что здесь у нас было закрыто. На самом деле, дядя Макс тоже говорил. Говорит, есть, сейчас будет немного грубо студенту, но я все равно скажу, потому что это цитата. Дядя Макс говорил, есть у нас отверстие для поглощения пищи, но нет у нас отверстия для выхода звука. Вот. Поэтому инструменты, которые в виде сделаны Казана, они тоже глухие. И то, что вы сделали, это очень шикарное решение. Если бы дядя Макс здесь был, он прям тебя расцеловал. Поэтому, дорогие студенты, у вас сейчас возможности колоссальные на самом деле. У вас есть сейчас интернет, да, соцсети, у вас информация огромное количество. Мы в свое время бегали по библиотекам, мы копировали книги, мы писали своими руками ноты. Это было очень тяжело, но тем не менее мы создавали проекты, что-то делали, развивали и пытались это донести до всего мира. У вас сейчас возможностей намного больше, чем у группы Хасад, чем у группы Хазар, чем у Сазгена, любого оркестра. У вас возможностей больше, у вас век цифровизации. Вам сейчас со страны приехал, может вы его не знаете, может вы его знаете, Азамата, он вам просто вот подарил инструменты. Ребят, самое главное, чтобы эти инструменты не оставались здесь без внимания. Среди вас есть классные ученые, я уверен, которые будут продолжать его работу. Среди вас есть прекрасные исполнители, которые выведут эти инструменты на мировой уровень. Я в этом уверен. Главное, не останавливаться. Ребят, сегодня замечательный день. Азике, я очень рад, что ты приехал. Вот это вот дело, это на самом деле дело наших предков. И оно должно постоянно жить, оно постоянно должно развиваться. На этом не останавливаться. Я как мастер, сендерге бердім. А как вы это будете делать, это уже на вашей совести, ребят. Поэтому сегодня я больше обращаюсь к студентам.
Тем более... Дудуманы көрші. Біз Дудуманы Назыбек дегенде өте қатты бір шығармамызда болған. Елеулі де қазір жаңалықтар. Сіздермен бөлістік па? Біздің постановка мақсатына Шынында дабыл өте сирек болды. Неге екенін білмедім. Екі жақты дабыл. Және бірдегенде екеуін дұрыс табуға болады. Жігіттер, құрметті студенттер, егер де ықылас атындағы музейге барсаңыздар, ол дабыл витринада тұр. Бірақ ол витринада тұрғаныз. Рахмет саған. Сізге рахмет. Осындай түлектер көп болсын. Ержандар, біраз жігіттер, біздің қатарымыздағы жігіттер болмады. Дегенмен де сәлем айтамыз. Осы аспаптар игіліктеріңізге аға бағана сіз келдіңіз, кешікпесеңіздер сұрайыншы. Бүйтіп түсетін жігіт кітапта сіз бе сол? Бүйтіп түсетін жігіт. Иә, мен. Жамжамыр апайың біледі оны. Саз келді жүргенде. Мына арамызға Азат ағамыз келді, Башқұртстанның халық әртісі, Ресей Республикасының еңбек сіңірген қайраткері, қурайшы, бүгінгі біздің қонағымыз. Аға отырған айтайын деп тұрғаным, біздің мына бірінші бөлімі, Азамат бірінші бөлім біткен сияқты, е? Бірінші бөлім екінші бөлімі қазір Састырнайды қалай жасалу керек деген сияқты. Аға отыра беріңіз. Жоқ, қазір. Бірінші бөлім біткен сияқты, екінші бөлімі қазір Састырнайды қалай, ол енді Састырнайшылар мына жерде бәріне де ол қызықты болуы мүмкін. Өйткені қазіргі мына бір адамның шықпай отырғанына қарағанда мына жерде енді әрине бәрімізге де қызықты болып отыр. Енді мен айтайын дегенім, арамызда ақсақалымыз отыр, білесіздер ғой. Шебер, құрмет орденінің иегері Нұрлан ағамыз бір азаматқа тілегін білдіргісі келді. Шебер компаниясының басшысы біздің Бақытжан ағамыз отыр. Атыраудан Шебер, Жайлау Талас деген мына. Құрметті ұстаздар, студенттер, қонақтар, барлықтарыңызға мына мереке құтты болсын. Бұл біз үшін мереке. Себебі осы күнді ұзақ күттік. Мен мысалға 70 жылдан бастап осымен айналысып келеді. Олар Сарыбаев бізге сабақ берген. Кәсіптік техникалық училищеде домбыра жасау бөлімі бар болады. Сол бөлімде мына отырған кімнің Бержанның ағасы Сапар екеуміз бірге оқығанбыз. Соны бітіріп, сол уақытта бізге Сарыбаев сабақ берген. Аспаптардың, осы көл аспаптарды бізге үйретіп, соның дыбысын бәрін үйреткен Сарыбаев болады. Абдырашев бізге дирижерлік ансамбліміз бар болады. Ансамбльде Абдырашев сабақ берген. Соның әсерінен біз соны бітіріп, мен келіп консерваторияға түстім ғой. Хат курсына түстім. Міне содан бері Сарыбаевпен, Талғат Сарыбаевпенен ұзын уақыт жұмыс істедік. Жаңағы айтып отырған нәрселердің бәрі сол кісілерменен бірге отырып істелген нәрсе. Нұрғиса Тілендиевпен қанша жыл істедім. Отырасаның бірінші күннен бастап тұрып, сонда өзім ойнап, өзім аспаптарын түгел жасап отырмын. Жаңағы айтып отырған сыбызғы деймін саған бір екі кішкене ойнап, өзім аспаптарын түгел жасап отырмын. Жаңағы айтып отырған сыбызғы деймін саған бір екі кішкене оны Лендиев осы шетелде осындай аспаптар бар екен, дыбысты өзгертеді екен. Дыбысы бар. Ортасында жіп бар ғой. Мына жақта, мына жақта. Осын жасаса дейді, мен айттым, аспаптар бар екен, дыбысты өзгертеді екен. Дыбысы бар.
ортасында жіп бар ғой. Мына жақта, мына жақта. Осыны жасаса дейді да, мен айттым. Дауылпаз, мына сияқты дауылпаздың әзір өзі тұр ғой, өрнектеу дейді, ағашта жасап. Қос дауылпазды екі жағында жекелегі тұр. Жаңа темірге салған шау дедің, о да дұрыс. Осы нәрселерді енді шындық айту керек қой. Біздің 300 жылдан бері біздің мәдениетіміз өркендеуі жойып отыр. Ол тек осыны айту нәрселерді енді шындық айту керек қой. Біздің 300 жылдан бері біздің мәдениетіміз өркендеуі жойып отыр. Ол тек осыны айту диапазоны аз пәле түгел сонымен кейін. Шертерді алғашында мынау дұрыс емес, бұл керек жоқ нәрсе. Бірақ ақырын осы отырған ұстаздар қиын заманда 90-шы жылдар көбі тозып кетті ғой. Біреу базарға кетті, біреу алаға бақалып кетті. Осы ұстаздар ешқайда бармай қиыншылыққа көріп, сол аспаптарды дамытты. Жаңа айтып отырған Тұран ансамблерінің жетігенмен шертер менің жасағым. Кім ойнаған жетігенмен? Қорлан ойнаған. Шертерді ойнаған, шертерде менің аспаптарым. Оның бәрін ұзын жылдар ойнаған. Шертерді ойнаған, шертерде менің аспаптарым. Оның бәрін ұзын жылдар еңбек еттік. Менің айтайын деп отырғаным, мына балалардың әзірге істеп жатқандары өте үлкен нәрсе. Менің арманым өмір бойы министрге де кірдім, ректорге де кірдім. Осы жігіттердің ішінен кімнің мүмкіндігі бар? Бір курс ашып қойсақ, аспап жасайды. Қобызшы қобызын жасаса, домбырашы домбырасын жасаса, өзі музыкант болса, сондайларына жақсы аспап шығады. Ал жалпы аспап керек, сол халыққа керек. Кәсіби мамандарға кәсіби өзі ойналатын адам жасаса, ол нағыз аспап жасалды. Сонда бар біздің қолымызға қару ұсталады. Біздің қаруымыз, солдаттың қаруы мылтық болса, біздің қаруымыз аспап. Аспапты дамыту үшін көптеген еңбек бар. Дирижерлардың көбі аспаптарға көп көңіл бөлмейтін өте. Таяқты бүйтіп шықса болды, кетеді. Мына жерде кім ойнап отыр, қандай аспап, жарайтын аспапы, жарамайтын аспапқа зерттеудегі жауаптар көп. Бірақ ішінде мықты дирижерларымыз бар. Сарбаевтан кейінгі мысалы Шамғонның өзі қанша еңбек істеді. Біздің оркестріміздің дамуына. Москваға барды, зерттеді, аспап жасатты, 27-ші жыл, 34-ші жылдар жасатты аспаптарды. Себебі өзімізде шеберлер жоқ. Шеберлердің қажеті де жоқ бұл уақыт. Міне осындай болды. Әзір міне бала айтып отыр, мынаның бәрі жаңағы қажет, әзір керек нәрсе. Бірақ мемлекет қолдамаса, бұл бала отырарға бекер келсе қанша аспап бердің, бір дейін ақшасыз. Күндіз оркестрде ойнаймын. Сағат 1-ден кейін мен ойнау, күлу, арақ ішу, темекі шегу деген жоқ ондай нәрсе. Еңбекпен ғана өмір өтіп кетті. Міне осы сіздерге айтарым, кімде болса, талпынса, түбінде жақсылыққа жетеді. Құдайға шүкір жаңа айтып өтті, үкімет бәрін беріп жатыр, атағын да беріп жатыр, кеше ғана наурыз сыйлығын беріп жатыр. Оның бәрі